Ойда жоқта өз үйімнен алтындарым жоғалды деп бастады әңгімесін Айша апай. Келін баламнан, тіпті 30 жыл отасқан күйеуімнен, үйге жиі келетін ағайындарымнан көріп, күнәға бата жаздадым. Ақшаға бола ломбардқа тапсырған боларсыңдар деп жағаларынан жармастым. Полицияға да хабарластық. Нәтиже шықпады. Арада 1 жылдай уақыт өтті. Үйдегілер де, ағайындар мен көршілерім де жоғалған алтындарын бойындағы барлық ауру сырқауларды алып кеткен шығар. Еш жерін ауырмайтындай өзімді жеңіл сезіне бастадым. Бұрын дәрігерлерден шықпаушы едің, деп айта бастады. Сөздерінің жаны бар еді. Шынымен де бүкіл ауруым жоғалған, алтындармен бірге кеткендей болды. Күзге қарай баламның мектепте бірге оққан досы аяқ астынан ауырып қалды. Әке-шешесі тумалары Самараға, Алматыға апарып қаратты. Бала жүдеп жатап, қара су ішуден қалды. Ешқандай емшілер мен дәрігерлер аурудың бетін қайтарта алмады. 27 жастағы шауып жүрген жігіт не болғанын білмедік. Тамағынан ас өтпейтін жаман ауруға шалдығып, облыстық онкологиялық ауруханаға айлар бойы жатты. Содан бір күні балам қасыма келіп, «Мама, сенімен Айдос сөйлескісі келеді, бір нәрсе айтқысы келеді, ауруханаға баршы» деді. Келістім. Ойымда түк жоқ. Палатада шешесі екеуі көңілсіз отыр екен. Өз баламдай Айдостың ұсқынын көріп шошып кеттім. Денесінде бір сылым ет қалмапты. Сәлден соң шешесі бізді оңаша қалдырдып, өзі жылап палатадан шығып кетті. Мен әлі еш нәрсе түсінер емеспін. Бетінің бері қарамайтын сезіп, қоштасуға шақырған шығар деп ойладым. Көзіме тік қарай алмаған Айдос сабырлап қана сөзге келді. «Апа, кешіріңіз мені, сіздің алтындарыңызды мен ұрладым. Балаңыздың сеніміне кіріп, кілтті де алдын ала қолға түсірген едім. Тапсырысты мен бергіздім. Ломбардқа бүкіл алтындарыңызды апарып, ақша таптым. Бірақ маған алтындарыңыз жақпады. Ұрлық жасағаным ойымнан еш кеткен жоқ. Кейде өз қолыңызға немесе берікке қайтадан алтындарыңызды апарып бергім келетін. Қазір қатты өкінемін. Сол кезде сіздің кешірімін сұрап, қателігімді мойындағанымда дәл бұлай жатпас едім. Ұрлығымды Алла тағала желкемнен шығарды. Жаңа ғана сол оқиғаны апама айтып бердім. Мен бір жағынан шыққан соң, әкем екеуі сізге алтындарыңыздың ақшасын тауып берер. Ал мен уақытыңызды аз қалған сезіп, сізді әдейі шақырттым. Мені кешіре алсаңыз кешіріңіз. Анау жаққа күні арқалап кеткім келмейді деп Айдос өксіп қоя берді. Өзінің де көзінен жас шығып кетті. Біреу төбемнен мұзды су құйып жібергенде есімді жия алмадым. Қанша дегенмен ақ адал заттарымды кім алды, не үшін алды? Табалдырығымнан аттап кіріп, дұшпандыққа ойлаған кім деп уайымдаған күндерімде көп болды ғой. Айтайын дегенім, ұрлық түбі қорлық, біреудің ала жібін аттаған адам түбі оңбайды. Сол кезде Айдос үйіме келіп, істеген істін мойындағанда кешіретін едім. Қателеспейтін адам болмайды. Өзі айтқандай, алтындарым оған жаққан жоқ. Жасаған ұрлығынан бойына ас батпай, ақыры қылтамақ ауруына шалдықты. Жастай өмірден озды. Біреудің көз жасы біреуге жақсылық әкелмейтін ұмытпауымыз керек. Кезінде ломбардқа жұмыс жасаған бір келіншектің қазір ауруға шалдыққанын білемін. Пендешілікпен бәрі шалыспасады. Күнәларын кеш түсінеді. Қазір алтын ұрлап, біреудің қымбат әшекейлерін ақшаға саудалап, күнелтіп жүргендерде түнде тыныштық ұйықтайды, күндіз уайымсыз тамақ ішеді деп ойламаймын. Ешқашан алтын мен ақшаға құнықпаған жөн. Дәл осы оқиғадан соң сары темірге қарамайтын болдым.
Айдос өмірден өткен соң анасы құлағындағы сырға сақинасын шешіп, жылап-сықтап аяғыма жығылды. Осыларды ала тұр, жетпегенін ақшамен төлейміз деді. Әрине, қыздарыма жеке басыма қажет болып тұрса да, кеткен зат кетті. Басымнан садақа болсын деп алмадым. Алтын жүрген жерде шайтан жүреді деген сөзге көбірек сенемін. Алла бәрін өзі реттейтініне көзім жетті. Сол оқиғадан бері басым аман, отбасым тыныш болғанына шүкіршілік етемін.